1932 жылдың көктеміне қарай Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасында өлкелердің орналасу тәртібіне орай облыстар құрылды. Бұрынғы Сырдария облысы жерін қамтыған өлкеден оңтүстік Қазақстан облысы пайда болды. Жаңа құрылымды ойластырған өкімет облыстарды басқаратын жаңа партия комитеттерін ашты. Барлық билік құзыры облыстық партия комитеттеріне берілді. Оларды партияның орталық ұйымы тарапынан тағайындалған бірінші хатшылар басқарды. Бірінші хатшылардың салалық орынбасарлары хатшылар деп аталды. Біріншіні есептемегенде хатшылар саны 3 боп бекітілді. Облыстық партия комитеттері құрамында 7 бөлім ашылды. Партия комитеттерінің барлық шешімдері мен қаулы қарарларының іске асуын орындап, облыс көлемінде іс пен жұмысты жүргізетін атқарушы орган ретінде атқару комитеттері құрылды. Атқару комитеттері де 7 бөлімнен тұрды. Бұрын біріккен мемлекеттік саяси бас басқарманың ОГПУ аудан аралық 2 немесе 3 аудан өкілетті өкілдері бұрын тікелей республикалық басқармаға қараса, енді жаңа территориялық құрылымдарға байланысты ашылған ОГПУ-дың облыстық өкілетті өкілдігінің басқармасына бағынышты. Облыстық басқарма ОГПУ-дың қалалық, аудандық өкілдерінің тыңшыларының қызметін үйлестіріп отыратын орган және ол облыстық партия комитеті жанындағы бөлім болғанымен, оған тек айына бір рет қана партиялық есеп беріп отыратын құрылым болды. Оған тіпті ішкі істер НКВД бөлімінің де жұмысын қадағалауға мүмкіндік туғызылды. ОГПУ-дың облыстық бөлімінің бастығы партия комитетінің бірінші хатшылары мен тең дәрежеде саналды. Керек десеңіз, партия комитеті деп аталғанымен, ондағы қызметкерлер оған кей жағдайда бағынышты да еді. Өйткені Мәскеудегі орталық комитеттің жетекшісі Сталин партияның қыралығын қанша күшейтсе де, жергілікті жерлердегі партия комитеттерінің жұмысын құпия, кейде ашық түрде бақылайтын ОГПУ бөлімдерін облыс басшыларының құзырына қаратқысы келмеді. Сондықтан да Қазақстанда жаңадан құрылған облыстарға бірінші хатшыларды өлкелік партия ұйымының басшысы Голощекин Мәскеудің келісімімен өзі тағайындаса, ОГПУ-дың облыстық басқарма бастықтарын тек Мәскеудің өзі жіберді, немесе ол орынға республикадағы сенімді адамдарын отырғызды. Аудандарда да осындай құрылым түзілді. Мұнда да ОГПУ бөлімдері аупартком жетекшісіне бағынышты болмады. Бай қожалықтарын тәркілеу басталған 1928 жылдан бері түкірігі жерге түспейтін ОГПУ бөлімдері енді тіпті құтырынды. Облыс құрылған күннен бастап қит еткенді жау көріп, аямай жазалауға көшті. 1-2 жыл бұрынғы аудан аралық ОГПУ-лардың қаталдығы түк емес екен. Жергілікті жерлерде шексіз билікті иеленген бұл бөлім енді шындап қаһарына мінді. Оңтүстік Қазақстан облыстық партия комитетінің бірінші хатшылығына Голощекин бір кезде Самарада өзімен қызметтес болған Рубен Айрапетович Васканов дегенді тағайындады. Ол 1 айдың ішінде жаңа комитеттің құрамын жасақтады. Облпарткомның бір хатшысы мен атқару комитетінің төрағасы ғана Қазақтан алынды. Қалған хатшылар мен бөлім басшылықтарының бәрі орыстар мен украиндерден тағайындалды. Қатардағы қызметкерлердің 95%-дан астамы да бөгде ұлттардан тұрды. Шаян, Қаратас, Келес, Созақ аудандарының ғана басшылары қазақ болды. Олар бұрыннан осы қызметті атқарып келе жатқан кісілердің. Қалғандарына Васкановтың өкімімен әр жақтан шақырылған орыстар отырғызылды. ОГПУ-дың ОқО өкілетті өкілдігі басқармасы бастығы болып түбі Рязандық Осипенко деген майор тағайындалды. Ол да Васкановтан қалыспай, тіпті одан да озып,
өзінің орынбасарлары мен қызметкерлерін, аудандағы басшыларын 20 күнде жасақтап үлгерді. Көктемнің 20-сы күні Шымкенттің Совет көшесіндегі ылғи тақтайдан ұзын етіп тұрғызылған ОГПУ мекемесіне барлық қызметкерлерін шақырып жиналыс өткізді. 2 сағатқа созылған жиналыс Мәскеудегі Біріккен мемлекеттік саяси бас басқарманың жұмысын мадақтаудан басталып, оңтүстік Қазақстандағы қалыптасқан ахуалды әңгімелеумен аяқталды. Әңгімелеу жай сөз болған жоқ. Қалалар мен аудан орталықтарында қаңғып жүргендердің көбейіп кеткендігі, ұры-қарылардың санының тым артып отырғандығы, олармен қалай күресудің тәсілдері, сондай-ақ салынып жатқан Шымкент-Ташкент пойыз жолындағы тәртіпсіздіктер туралы сөз қозғалып, оларға қарсы қатаң шара қолдану керектігі айтылды. Жиналыс төрағасы Осипенко Қаратас аудандық бөліміне бастық боп қайта тағайындалған Тұрланов пен Шымкент аудандық бөлімінің жаңа бастығы Киреевті тұрғызып қойып, сан сауалдың астына алды. Тұрланов жолдас, мына Киреев жолдас жұмысқа жаңадан келді. Бұл әлі іс барысымен толық таныса қойған жоқ. Ал сіз бұрыннан істейсіз. Айтыңызшы, пойыз жол құрылысында еңбек өнімділігіне зиян келтірген қанша басшыны жазаладыңыздар, немесе тәртіпке шақырдыңыздар? Қатардағы жұмысшылар мен еңбекшілерді айтпай-ақ қойыңыз. Ондайларды бұл жерде әңгіме етуге тұрмайды. Жолдас Біріккен мемлекеттік саяси басқарманың облыстық бөлімі бастығы. Алдымен төменнен бастасам, жаңағы сіз айтқан жол құрылысында жат әрекеттерімен көзге түскен 5 ауылдық кеңестің төрағасын, 4 учаске бригадирін, жабдықтау бөлімінің 6 қызметкерін, Ленгір, Қаратас, Шымкент аупарткомдарында қызмет жасайтын 7 кеңес, әрине бұрынғы қызметкерін, Ленгер ауаткомының есепшісін, Қаратас ауаткомы төрағасы мен көмекшісін ұстап қамауға алдық. Бұлардан басқа қамалған майда шүйде кісілер, анықтап айтқанда, кеңес еңбекшісінің жаулары толып жатыр. Мен 2 күн бойы сол жолдың жұмыс барысымен документ бойынша танысып шықтым. Былтыр да, биыл да партия межелеген жоспар орындалмаған. Құрылыс қарқыны тым баяу жүрген. Бұған кім кінәлі? Әлбетте, оған қара жұмыс атқаратын еңбекшілер емес, әр деңгейдегі басшылар жазықты. Міндеттерін қажетті көрсеткіш бойынша орындай алмаған басшыларды көбірек жазалау ләзім. Міне, сонда ғана еңбек өнімділігі артады. Ертеңнен бастап, осы айтылған мәселе бойынша көбірек іс жасаңыз. Бұл мәселе сізге де, Киреев жолдас, сондай-ақ құрылыс жүріп жатқан басқа аудандардың ОГПУ бөлімдерінің басшыларына да қатысты нәрсе. Жиналыс бітерде Осипенко қарамағындағыларға тағы 1-2 сауал тастады. Жалпы, оңтүстік Қазақстан облысында баяғы байлардың тұқымдары толық жойылып бітті ме? Әлде адам аяғы жетпейтін адырлар мен тау-тас арасында олар әлі сайрандап жүрме? Жаңа бастықтың аса маңызды істер жөніндегі орынбасары болып тағайындалған Тувинский орнынан ұшып тұрды. Жолдас бастық, оңтүстік Қазақстанда емес, қазір бүкіл Қазақстан бойынша байлардың тұқымдары тұздай құртылған. Кеңес саясатына көндікпегендердің талайы бұл күнде даладан қоңыз теріп жеп жүр. Тау-тас демекші, мен ішкі Ресейде жүргенде Ташкент пен Орта Азия аумағындағы тауларда бізге жаны қас бандалар, басмашылар тобы бар деп естуші едім. Шымкенттен көрініп тұратын анау бір таулардың арасында әлгіндей бұзақылар жоқ па? Басмашылар бізден өте алыс таулар, Қырғыз тауы мен Алайда болған. Өзбекстан мен Тәжікстандағы жолдастар олардың іздеріне әлдақашан су құйып, тоз-тоз еткен. Жиналысы біткесін Осипенко Тувинскийді кабинетіне алып келді. Екеуі ұзақ отырып, тергеу абақтысында жатқан басшылар жайында сөйлесті. Тувинский бастығына бірнеше кісілердің жеке істерін көрсетті.
Содан кейін алдағы жұмыстары хақында жоспар құрысты. Тувинский кетерде Осипенко оған бір құпиясын жеткізді. Мен осында келерден бұрын Голощекин жолдастың жеке қабылдауында болдым. Ол кісі қазақтар жаңа қоғамның сипатын толық түсінуге әлі шамалары келмеуде. Соған қарамастан өздерін оқыған, сауаттымыз деп есептейтін біреулері кеңес саясатына қарсы жұмыс жасайды. Ондайлар үлкен-үлкен қалалармен қатар аудандарда да көп. Солардың тілін алған қазақтың қара жұрты қоғам үшін жұмыс істегісі келмей, қаңғуға, босуға түсті. Кей жерлерде кейбірі аштыққа ұшырауда. Сол үшін де сізге нықтап айтарым, майда қалашықтар мен аудан орталықтарындағы, тіпті ауылдардағы сондай теріс көз қарастағы элементтермен аяусыз күрес жүргізіңіз. Қаталдықтың қандай түрінен болса да бас тартпаңыз, деді. Сіз бен біздің бұдан шығаратын қорытындымыз біреу-ақ. Өзіңіз атаған жаңағы тергеудегі басшыларға қандай шара қолдансаңыз да мақұл. Тек қара қазақ өздерінің басын қатырған әлгілерге берілген қатал, бірақ та әділ жазадан сабақ алып, біз көрсеткен жолмен жүретін болсын. Тағы бір есте болатын нәрсеңіз, теріс көз қарастағы элементтердің көпшілігі әлі бостандықта, кеңес еңбекшісі ретінде жұмыс атқарып жүр. Түсіндім, жолдас бастық. Бір аптадан бері жиналыстың қамымен жүріп, түрмедегі жұмысыма да бара алмағанымды білесіз. Бүгін түн ауғанша сонда жұмыс істесем бе деймін. Білесіз бе, жолдас Тувинский, ұйқысы қанық, жаны тыныш қамалушы, қылмысын бірден мойындай қоймайды. Кеңеске жат ойлыларды түн ауғаннан таң азанға дейін тергеу керек. Таңғы ұйқыдан қалған адамның жүйкесі сыр беріп, қылмысын тез мойындайды. Бұдан былай осы тәсілді жиі пайдаланыңыз. Таңға дейін жұмыс істесеңіз, түс ауғанша демалуыңызға рұқсат. Тувинский бастығы айтқан әдісті жақсы білетін, әрі үнемі солай жұмыс жасайтын, бірақ оны Осипенкоға айтпады. Қайта жаңа бастықтың көңілінде одан бетер жаға түсейін деген оймен оған күлімсірей қарады. Мен түрмеде осы күнге дейін тек түнгі сағат 12-ге шейін-ақ жұмыс істеуші едім. Онда да анда-санда. Сіз айтқан тәсіл тамаша әдіс екен. Ендігәрі үнемі солай жасаймын. Ісіңіз оңды болсын, деді бастық риза кейіппен. Әккі де қу Тувинский оны алдамшы сөзбен мәз еткеніне іштей ырза боп кабинеттен шықты. Есік алдындағы күймесіне мінді де тура түрмеге тартты. Бұл уақыт күн екіндіге таяған шақты. Түрмеге жеткесін бұрыштағы кереуеті бар демалыс бөлмесіне кіріп кезекшіні шақырды. Дайын тамақ бар ма? Бар, жолдас майор. Онда әкел. Жақсылап тамақтанып аламын да түн жарымға дейін жатып ұйықтаймын. Ешкім мазаламайтын болсын. Түнгі сағат 2-де мені оят, жұмыс істейміз. Оның әдетін жақсы білетін кезекші аяқтарын сарт еткізіп қолын шекесіне апарды да шығып кетті. Былтырғы қараша айында Қазығұрт етегіндегі Жарбастау пойыз жол учаскесінде орталық комитеттің бөлім меңгерушісі әрі жол жұмысы комиссиясының төрағасы Слоев өткізген жиналыстан соң ОГПУ-дың аудан аралық бөлімі бастығы Тұрланов, Қаратас ауаткомының төрағасы Қанат Қанболатовты қамауға алған. Қаратас түрмесінде 3 күн жатқызып, 4-ші күні Қанатты Шымкенттегі орталық тергеу абақтысына әкелген. Сөйтіп ол Жарас пен Оңалтай жатқан камераға қамалған. Пікірлері ортақ, мақсаттары бір, 3 азамат содан бері бірге. Бір-біріне айтпаған сырлары қалмады. Өкінішті де күйінішті сөздермен бірге қазіргі елдегі ахуалға талдау жасау, болашаққа деген көзқарас, несін айтасың, небір әңгімелердің тиегі ағытылған. Наурыз айының соңында Жарасты және бірнеше жас жігіттерді сотқа алып кеткен. Содан бірде-бірі қайта оралмады. 15 күн бұрын Аса колхозының бастығы мен 2-3 кісі ату жазасына кесіліп, оларды да шығарып әкеткен. Қысқасы, 5 айдан бері камерада талай кісілер ауысты.
Сотқа кеткендердің көпшілігінің қандай жазаға іліккендерінен бейхабар, әрі жаңадан келушілерге бұрынғы қамалушылар ретінде саналып, Қанат пен Оңалтай әлі отыр. Қанатты былтыр қамауға әкелгенде 4 күн бойы тергеп, қатты мазалаған. Содан кейін ішкі істер адамдары мұны тергеуді сиреткен. Яғни, 7-сіне бір мәрте ғана тергеуге әкеп, бұрынғы жалалы сұрақтармен жүйкесін тоздырып, соңында ұрып-соғып, камераға лақтырып тастайтын. Оңалтайды да сөйтетін. Ал кейінгі 20 күннің ішінде еш қайсысын тергеуге апармады. Осы жағын әрі мұндай азапты ахуал қашанға дейін созылатынын түсінбеген. Білмеген күйлері қамалғандар өздерін тек өзара әңгімемен ғана жұбатып жатқан жайлары барды. Қанат мұнда келгелі бері не ойлар кешпеді. Алғашқыда әр қилы қайғымен жынданардай халге түскен. Әсіресе былтыр Тұрланов өзін қамауға алғанда, Жарбастауда өткен жиналыстан кейін бұл аудан орталығы Қаратасқа жеткенде түн түскен. Ертесіне азанда ерте тұрып, шайланды да біраз уақыт Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» деген кітабын оқыған. Бір қараса, сағат 9-ға жақындапты. Далаға шықса, күнде өзін жұмысқа апаратын күйме келмепті. Содан оны жарты сағаттай күтті. Күйме айдаушыға бірдеңе болып қалды ма деп жұмысқа жаяу тартты. Кеңсеге келсе, бұрындары алдынан жүгіріп шығатын 5-6 қызметкерлерінің бірі де көрінбеді. Көрінбегенде олар жұмыста жоқ еместі. Еш қайсысы кабинеттерінен шықпады. Бұл кіргенде атып тұратын есік алдындағы бөлмедегі хатшы қыз да ернінің ұшымен амандасып, міз бақпай отыра берген. Қанат сол мезетте-ақ қорланғандай күй кешті және мұның сырын білмеген күйі кабинетіне кірді. Артынан қарулы 3 сарбазы бары Тұрланов кіріп келді. Қанат, орныңа отырып әуре болмай-ақ қой, сен қамауға алындың, деді ол кірген бойда. Ештеңенің байыбына жетпеген Қанат оған зекіп берді. Не оттап тұрсың? Қане, шық кабинеттен. Күнің бітті контра, зіркілдемей-ақ қой. Ей, кетпеймін саған. Ойының ба, шының ба бұл? Мен аудандық жұмысшы шаруалар кеңесі атқару комитетінің төрағасымын. Сен болсаң, маған бағынышты бір бөлімді басқарасың. Бұлай дөрекілік көрсетуге қандай батылың, шамаң бар? Қазір бюро шақыртам да, осы қылығың үшін қызметіңнен қуамын. Ал мен атқару комитетіңнен де, бюроңнан да мықты өкілмін. Менде қазір сондай қақы бар. Тыраштанбай-ақ қой, саған қазір ешкім көмек бере алмайды, деп Тұрланов мұның қолын қайыруға әрекеттенді. Ауатком төрағасын аудандық партия комитетінің бюросынсыз, немесе төтенше жиынсыз орнынан алуға ешкімнің қақысы жоқ. Ал ОГПУ-дың аудан аралық өкілі ауатком төрағасына қарсы сөйлемек түгілі рұқсатсыз кабинетіне кіре алмауға тиіс. Осыны білетін жас әрі қызба Қанат Тұрлановтың қолын қағып жіберді. Тұрланов ашудан қылшылдап, бұған қол көтере шапты. Қанат та қарап тұрмады. Құлаштай соғып оны ұшырып түсірді. Құлағанда басы дуалға соғылған Тұрланов жер жарардай дауыспен айқайлап тұра келді де тағы ұмтылды. Қанат жүгіріп келген оның ішінен бір тепті. Тұрланов маңдайына шоқпар тиген танадай боп бір сәт есеңгіреп тұрды да басын сілкіп-сілкіп есін жиды. Бастық болғалы бетіне біреу ұрмақ түгілі дауыс көтеріп сөйлеп көрмеген Тұрланов бір жағы намыстан, бір жағы ашудан одан бетер қалшылдап, үстел үстінде тұрған Сия Дәуіт пен Шырағданды Қанатқа лақтырды. Сосын долы қатындардай үстелде жатқан қағаздар мен кітаптарды қарша боратты. Онымен қоймай, сарбаздарының жер жебіріне жетіп, боқтап, бұйыра бақырды. Өңкей сілімтік иттер, қорқақ сұмырайлар, неғып тұрсыңдар? Бастықтарыңа соққы тигізіп, жабылыңдар мынаған, ұрыңдар мылтықтарыңмен, аямаңдар, өліп кетсе, өзім жауаптымын. Бір сарбаз қолдарын ербеңдетіп Қанатқа жақындай беріп еді, бір соққыдан ол да шалқасынан түсті. Екінші сарбаз
мылтығымен қанатты құлаштай ұрды. Мылтық тура бүйіріне тигенде мұның жылдам қимылдайтын жағдайы болмады. Осы кезде үшінші сарбаз мылтық ұңғысымен көкірегінен соқты. Бұл соққы оңай тимеді. Сүйегін тесіп жібергендей кеуде тұсын қос алақанымен жауып отыра қалды. Сарбаз енді мылтықпен арқадан ұрды. Оған Тұрланов қосылып 5-6 мәрте тепкі жұмсады. Қанаттың лезде бет-аузын қан басып еденге сұлады. Қолын артына қаратып байлаңдар контраның. Сыртқа сүйретіп арбаға салыңдар. Бұл таяқ бұған әлі аз. Қамауға апарған соң бұдан бетер қыламын. Қанаттың кабинетінің іші айқай шу мен гүрсіл дабырға толғанда жан-жақтағы қызметкерлер жиналып қалған. Бірақ олар Тұрлановтың таяқ жегенін көрмеді. Қанаттың қалай быт-шыты шыққанын көрді. Көрсе де біреуі ара түспеді. Тұрланов тұрғанда қайтып түссін. Тіпті ұзын коридордың ең шеткі бөлмесінде отыратын ауатком хатшысы Нұрметов те жүгіріп келіп, бәрін көргенімен анаған мұның не дей алмады. Айналадағы саяси ахуалдың ығына жығылып үйренген ол Тұрлановтың қазір аудан көлемінде өзінен де мықты өкілдікке ие болып бара жатқанын сезетін. Себебі бүгінгі өкімет өзінен гөрі Тұрланов дәрежесіндегі адамдарға көп сенім артады. Әрі партиялық қырағылықты көбіне соларға жүктейді. Жоғарыдағы тіреуші мен сүйеніші мықты оған Нұрметов қалай сөйлей алсын. Тіпті Тұрланов мұның өзіне де осындай кепті кигізсе, ара түсер ешкім болмайтындығын Нұрметов әбден түсінген. Қайта 3 сарбаз қанатты сүйретіп әкетіп бара жатқанда Тұрлановқа болса сөйледі. Ақымақ бала, саған әлі көрсетпекші ме? Әлде заңға бағынбаймын дейді ме? Бағынбай бопты. Мен кез келген тап жауының мойнын жұлып, аяғын кесіп тастаймын. Тұрланов бұл сөзімен Нұрметовті де, айналадағы басқа да ауатком, аупартком қызметкерлерін бір үркітіп қойды. Қаратас ауданының орталығы бұл кезде Степное селосында еді. Орталық былтыр Ленинскіден осында көшірілген. Көшірілгенде мұнда аупартком мен ауатком және 2 басқарма келген. Ал басқа салалық басқармалар әлі де Ленинскийде еді. Солардың бірі ОГПУ мекемесі тін. Саяси басқарма мен ішкі істер халық комиссариятының Қаратас аудандық бөлімдеріне қарасты абақты да Ленинскийде тұғын. Қанатты Степноядағы кеңсесінен ұрып-соғып шығарып, арбасына артқан ОГПУ адамдары оны сонда жеткізді. Денесіне тиген ауыр соққылардан мазасы қашқан Қанат абақты алдына келгенде басын көтеріп жан-жағына көз салды. Тура түрме алдында құрылыс жүріп жатыр. 20 шақты құрылысшы қызыл кірпіштен тұрғызып жатқан бұл үй келешекте бітетін Шымкент-Ташкент теміржолының пошта бекеті ретінде салынуда. Былтыр Қанат осы үйдің жобасын өзі бекітіп қол қойған. Содан кейін де мұнда талай келіп, жұмыс барысымен танысқан. Келмегеніне 20 күннің шамасы болып еді. Қазір көз салса үй бітуге таяу қалыпты. Құрылысшылар төбесін жабуға кірісіпті. Бұның басын көтеріп, сол үйге қадала қарағанын арба артындағы ат үстінде келе жатқан Тұрланов жақтырмай қалды ма, қамшысымен желкесіне бір нұқты. Неге қарайсың ол жаққа? Ия, қарап қал бәріне. Аспанға да қара, көшеге де қара. Өйткені оларды енді қайта көрмейсің. Арба түрме ауласына кірді. Сарбаздар Қанатты ішке кіргізді. Ауатком төрағасы болса да, абақты ішіне бұрын кіріп көрмепті. Іштен дымқыл сыздың иісі білінеді. Дуалдардың ішкі жақ түбі опырылып тұр. Кейбір жерлеріне көлденең тақтайлар қағылыпты. Қайта абақтының сыртқы дуалы қатты бекемделген. Тас қаланып, қалың сылақпен сыланған. Абақты онша үлкен емес екен. 2 қанат етіп салынған бұрынғы Алексеев деген көпестің үйі. Көпес осы үйді қай жылы салғаны белгісіз. Әйтеуір, қазір үйдің іші әбден ескіріпті. Қанатты
абақтының ең түкпір бөлмесіне алып келді. Бөлмеге кіргенде сарбаздар үстелге отырғызып, қолымен бірге екі тізесін қосып матай бастағанда, көкірегі басылмаған Қанат тағы да қарсылық көрсетіп бұлқынған. Алайда аналар ұрып соғып дегендеріне жетті. Сөйтсе, бұлай байлаудың сыры бар екен, кейін аңғарды. Екі қолын ысқылап Тұрланов келді бір кезде. Бір қолында папка, екінші қолында жуандау қысқа таяқ және қамшы. Қанат отырған үстелдің қарсысына жайғасқан ол папкасынан қағаз шығарды. Бір сарбаз оның алдына перосы бар қаламсаппен дәуіт қойды. ОГПУ бастығы қағазын үстелге жайып, пероны дәуітке батырды. Ал, Қанболатов, өмірбаяныңды айт. Сен алдымен не үшін қамағаныңды айт. Қалай болғанда да, мен сенен жоғары адаммын. Мені бұлай қорлауға қалай дәтің барды? Кім үкім етті? Осыны ойлап, теріме сыймай отырмын. Теріңе сыймасаң, жарылып кет. Өз-өзіңнен жарыла алмасаң, біз көмектесеміз. Ертең босансам бар ғой, өзіңнің теріңді сыпырам. Доғар сөзді. Айт өмірбаяныңды. Айтпаймын. Айтуға намыстанып отырмын. Мұнда түскен адам намыстанбақ түгілі сөйлеуге зар болатынын білмейді екенсің. Содан екеуі ерегісіп ұзақ отырды. Шоқ кеуде, өр мінезді, әрі кеше ғана аудан басқарған Қанаттың биік көкірегі пәс түспей әбден тайталастақ. Бұрын абақтыға қамалмаған адам мұндағы сойқан тәртіпті қайдан білсін? Бостандықтағы еркін сөз, батыл тұжырым мен ойын ірікпей айтатын жағдай абақтыда жүрмейтіні де оған беймәлімді. Ал Тұрланов мұндайлардың талайын көрген және оларды әп-сәтте жуастып салатын тәсілді де жақсы біледі. Ондай тәжірибеден ОГПУ мектебі өткізген. Қанаттың қырсыққа толы сөзінен әбден мезі болған Тұрланов біраздан кейін ашулана атып тұрды. Екі сарбазды дереу шақыртып, Қанатты бас көз демей төбелеп берді. Сосын байлаулы екі аяғының ортасына қысқа таяғын сұғып, ары-бері бұрап әбден қинады. Одан соң сол таяқпен тізеден қара саннан ұрды. Не үшін қамалғаныңды айтайын, білгің келсе. Сен біріншіден кеңес жауысың, екіншіден герман, жапон тыңшысысың, үшіншіден бізді алдап жүрген сатқынсың. Тұрланов ішінен екі рет, басынан бір рет тағы ұрды. Енді айт, хаттамаға кеңес жауымын деп қол қоясың ба, қоймайсың ба? Әлде мүгедек болғаныңша таяқтай берейік пе? Ай, қандай жауды айтып тұрсың? Сұрақ қойма. Бұдан былай бір ауыз сөзде айтпа. Тек менің айтқаныма бас шұлғы. Әйтпесе, кеңірдегіңе ине қадап, бас шұлғуыңа да шамаңды келтірмей қоямын. Бұлай зорлық көрсетпе маған. Шақыр Нұрметовті, аудан аралық прокурорды, ауатком бюро мүшелерін. Бұл не деген жөнсіздік, не деген шектен шыққандық? Саған кім берді мені қамайтын, ұратын пәрменді? Өзіме өзім бергем. Содан Тұрланов мұны 3 күн бойы төбелеген. 3 күн бойы жанына батқан соққыдан, жүйкесін қажытқан ауыр ойлармен алысып қиналып жатқан. 4-ші күні Шымкенттегі абақтыға әкелген. Арбамен жол бойы солқылдаған арба жүрісі денесінің сау тамтығы жоқ мүшелерін одан бетер қақсатып, тән ауыртпалығына әзер шыдаған. Шымкент абақтысына келген күннің ертесіне азандақ тергеуге түсті. Тергеуші мұртының ұштары екі жаққа жайылған, қоңқақ мұрынды, көздері ойнақшыған, сұсты жүзді Тувинский екен. Тұрланов мұның жанында сөз таппайтын, сөз тапса да қисынсыз, әрі дөрекілеу сөйлейтін сауатсыз екен. Ал Тувинский барып тұрған кәззаптың өзі. Тергеуді бастарда Қанболатов Қанат 1904 жылы Кіші Жетісу болыстығына қарасты номер 3 ауылда туылған. Кедей жатақтың баласы. Степной селосындағы бай орыстың көшірі болған. Одан соң Тұрбаттағы молдадан дәріс алған.
1916 жылғы ақ патшаға қарсы көтерілісте көтерілісшілерге ат ерттеуші, қару тазалаушы болған. 1920 жылы Ташкентте өткен. Сондағы Түркістан Республикалық жастар ұйымының мүшелігіне қабылданған. 1922-25 жылдары Ташкент мемлекеттік университеті жанындағы ауыл шаруашылығы курсында 3 жыл оқыған. 1927 жылдан партия мүшесі. Алексеевка ауылдық кеңесінің төрағасы. 1929 жылы Қаратас аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметкері. Бастығы. 1930 жылдан осы аудандық жұмысшы мұсылмандар, кейінгі жұмысшы шаруалар, бүгінгі атқару комитетінің төрағасы. Бір ұл, бір қызы бар, деп мұның қағазға жазылған өмірбаянын оқыды да, дұрыс айтып шықтым ба, деді. Дұрыс, бірақ менің Ташкенттегі жастар ұйымы мен Сырдария округтік комиссариятынан алған мақтау қағаздарым жазылмай қалыпты. Ондай мақтау қағаздар кімде жоқ дейсің? Кеңес елінде жүріп, шпиондық жасайтындардың бәрінде бар. Қаратаста менің не үшін қамалғанымды айтпады, құр ұрып соқты. Бұл кеңестік заңға қайшы. Бәлкім, енді сен түсіндірерсің. Байқап тұрмын, сен зиялы, оқыған, көпті білетін адамға ұқсайсың. Оның рас, көп білемін. Әсіресе, сендер сияқты жат элементтердің немен шұғылданатынын қатты білемін. Сонда мені жат элементтердің қатарына жатқыздыңдар ма? Одан да өтіп кеткенсің. Момақан қалмашы. Жаңа өзің айтқан кеңес заңы біреуді себепсіз қараламайды. Біреуден бірдеңе сезгесін ғана олардың жолын кесуге тырысады. Тувинский екеуі көп айтысқан. Жоқ, қанат айтысқаннан гөрі Тувинскийдің жалалы сөздеріне тойтарыс беріп, өзінің ақтығын, адалдығын дәлелдеуге тырысқан. Үстемдігін пайдаланған тергеуші мұны жанындағы жендетіне өлгенше сабатқан. Ол қатарынан 3 күн тергеп, мазмұнын өзі ойдан құрап жазған қағазына қанаттың қолын қойдыра алмағасын былай деген. Біліп қой, сенің ісіңді аяғына дейін апаратын мен. Сені 20 жылға каторгаға айдату да, болмаса ату жазасына кестіру де өзімнің қолымда. Керісінше, тура осы жерден босатып жіберуге де құдіретім жетеді. Ал ол үшін сен қылмысыңды мойындап, алдымда тізерлеп отырып, кеудеңдегі сырларыңды шашқаның жөн. Әйтпесе ауыр жаза аласың. Ауыр жаза алғың келмесе, жаңағы айтқанымды орында. Анау өзіңмен бір камерада отырған ақымақтардың бәрі шетінен арам болса да, өздерін адалмыз деп қылмыстарын мойындағылары келмейді. Олар сірә ойлайды, ештеңе мойындамасақ, ақталып шығып кетеміз деп. Қатты қателеседі. Бәріңнің еңіреп тұрып, көз жастары мен ішкі сырларын төгетін кездерін әлі-ақ келтіремін. Сені де сөйтем. Мен еш асықпаймын. Сен асықпасаң, өзің біл. Камераңдағы қандалаға таланып жата бер. Содан бері қанатты тергеуге апармады. ОГПУ адамдары бұны неліктен қамап отырғандарын білсе білетін шығар. Ал қанат не үшін қамалғанын білмей 5 ай бойы абақтыда отырды. Бүгін түн ауа камераның есігі шиқылдап ашылды да, арғы жақта тұрған абақты қызметкері Қанатты шақырды. Соңғы кезде басына түскен ахуалға қанша күйзелсе де, қандай себеппен жазалы болғандығына жауап таба алмай, әбден қалжыраған Қанат қазіргі жағдайы туралы ойлауды да қойған. Не болса да, ақырына дейін шыдап бағайын деген ойға бекінген. Түн ортасында абақты кезекшісінің өзін шақырғанына таң болып, орнынан көтерілді. Мен, Қанболатов, не істейін? Не істейін дегенің не? Бері шық. Есікке жақындағанда, осы шынымен Қанболатов па дегендей, милиционер қолындағы шамын мұның бетіне тақады. Қанаттың тұла бойы жүдеп, екі беті суалып, шаштарының ағы көбейген. Жүдеу кісінің көздері де бөтенге сүйкімсіз көрінетіні бар емес пе? Милиционер Қанаттың шүңірейген көзін жақтырмай,
дөрекі сөйледі. Жыланның көзіне ұқсаған көздеріңді ойып алсам ғой. Неге тесірейесің маған? Коридорға шықта, қолыңды артыңа ұста. Түн жарымында қайда барамыз? Тозаққа апарамын сені. Расында, кезекші оны тозаққа әкеле жатыр еді. Әлбетте, о дүниенің емес, бұ дүниенің тозағына. Өйткені оны абақтының түпкі тергеу камераларының бірінде Тувинский мен адам соққыш жендет милиционер күтіп отырған. Кезекші екеуі лезде сонда жетті. Сыз камера ішін ащы махорканың иісі жайлапты. Төргі үстел басында аузынан көк түтіні будақтап, өңкиіп Тувинский отыр. Қанат оның қарсысындағы орындыққа құйрық басты. Тувинский сөзін кекесінмен бастады. Тергеу көрмей, таяқ жемей, камерада ұйқысы тыныш, істейтін жұмысы жоқ боп жатқан адам семірмейтін беді. Сен тергемесең де, мені арым мен ойым тергеп шаршатқан. Немене, жұмыстарың түнге ауысқан ба? Қанат әлі Тувинскийдің тарапынан төнетін шын қауіпті сезбегенді. Әрі оның кекесін сұрағына әдейі осылай жауаптады. Анау бұл сөзге шарт кетті. Мына сендердей опасыз уклонистердің кесірінен қатын бала шағаларымыздан безіп, түнде де жұмыс істейтін болдық. Ал сендер жатасыңдар, камераларыңда, жандарыңның рахатына. Біз жүреміз, күндіз түні дамыл таппай. Оған кім кінәлі? Тергеуге күндіз шақыр. Екіншіден, жұмысың ұнамаса, басқа салаға кетіп қал. Үшіншіден, адал адамдардан жау жасап, уақытыңды босқа ысыраптама. Не бұлжырап отырсың? Көптен бері мысық көрмеген тышқандай боп әбден есірген екенсің. Тувинский үстелді айналып келіп, қолының қыры мен Қанаттың желкесінен соқты. Екінші қолының алақанымен құлағынан ұрды. Құлағы бітіп, басы солқылдаған Қанат бір бүйіріне құлады. Бастығына жәрдемге келген жендет ішінен 2 рет тепкенде Қанатқа ауа жетпей талып бара жатты. Мұны байқаған жендет бұрыштағы іші мұздай суға тола шелекті Қанаттың басына төңкере салды. Сосын екеулеп көтеріп орындыққа отырғызды. Енді қарсы сөйлеп көр, шегіңді ақтарамын, деді Тувинский. Неге мұнша қорлайсың? Бұл қорлық емес, қорлық әлі алда. Қандай айыппен қорламақсың? Айып көп. Бірінші мұнан айт. Ташкентте жүргеніңде Түркістан Республикасының жастар одағын не мақсатпен құрдыңдар? Қазақ жастарын комсомол және партия тәрбиесіне үйрету және кеңестік саясатты насихаттау мақсатында. Керек болса, оның жарғысын алдыр. Сонда көзің жетеді. Жарғыны көз алдау үшін жаза беруге болады. Түпкі мақсаттарың мен ой жоспарларың басқаша бағытта тұғын. Түсінбеймін. Қандай бағытта айтасың? Өткен жолы да осылай миымды жебедің. Сен сияқты арамның миын жеп, мені көрқау қасқыр деймісің? Мен пантүркішіл, пан-исламшыл санамен уланған миыңды тек шірітем. Жастар ұйымына мүше боп жүріп, 20-шы жылдары Түркістан Республикасын кеңес құрамынан бөліп әкетеміз деп әуреленген таяз ойлы түркішілердің қатарында болғаныңды мойындайсың ғой. Сонда қанша қызыл әскерлерді өлтірдіңдер? Ол кезде әлі бозбала болатынмын. Ешқандай саясатқа араласқан жоқпын. Өтірікті соқпа. Сол жылдары шетелге қашып кеткен Мұстафа Шоқаев дегеннің ұлтшылдық сарындағы және кеңеске қарсы үгіт насихатқа толы листовкаларын Ташкент тұрғындарына таратқансың. Естігенім болмаса Шоқаевты көрген емеспін. Бізге естігеніңнің өзі жетеді. Мұндай мәлімет сені Шоқаевтың ізін қуушы, сондай-ақ ісін жалғастырушы екеніңді білдіреді. Тувинский, Қанат бұрын көрмек түгілі естімеген қайдағы бір кеңес өкіметіне қарсы көтерілген оқиғаларға мұны араластырып, жала сұрақтарымен әбден мезі етті. Уақыт таңға таянғанда ештеңені мойындата алмаған ОГПУ майоры Қанатты жендетіне өлгенше таяқтатып, камераға апармай тергеу бөлмесінің тас еденіне жатқызып қойды.